Кайырлы күн достар, арнага кош келдиңиздер. Сиздермен Толкун. Мен бүгүн сиздермен синнабон булочкаларынын жасалуу жолун бөлүшөмүн. Өтө үлпүлдеп, жумшак болуп пишет. Бетинде крем чиз, карамель жана жаңгак булочкага өтө керемет дәм берип турат. Видеону соңуна чейин карап, арнага тиркелип коюуду унутпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызга жылы сүтүмүздү куябыз. Onun üstüne kantımızı salıp жақсылап араластырамыз. Ашытқымызды саламыз. Ертілген сары майымызды құямыз. Және бір жұмыртқа саламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Осындай жұмсақ қамыр илейміз. Міне, осындай жұмсақ болу керек. Енді бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Жылы орап қоямыз. Біздің қамырымыз көтеріліп қалды. Мінекей осылай көтеріліп шығады. Үстерімізге ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Ұн сеуіп отырып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Осындай жұқа болу керек. Енді бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Қантқа 2 шай қасық корица салып жақсылап араластырып, қамырдың бетіне бір тегіс етіп сеуіп шығамыз. Ол жерімізде видеоға түспей қалыпты. Бір тегіс етіп сеуіп шықтық. Енді тығыз етіп, осыны рулетті етіп орап шығамыз. Орап болғаннан кейін жіптің көмегімен кесіп шығамыз. Екі орамы осылай шығады. Жұқа етіп жаю керек, сонда орамы көп болады. Өтегенде пергамент қағазын кесіп, булочкаларымызды орналастырып шығамыз. Арасын қатты жақындатпаймыз. Көтерілген кезде, піскен кезде бір-біріне өзі жақындайды. Бетін сүлгімен жауып, 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Біздің синнабондарымыз көтеріліп қалды. Енді алдын ала қыздырылған 180 градус пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Пештеріңіздің қызару уақытына байланысты 30-35 минутта пісіп шығады.
біздің синабондарымыз пісіп шыққаннан кейін бетіне крем жағамыз. Менде крем творожный сыр және қантты миксерлеп алдым. Қантымыз ерігенше. Бетіне өздеріңізге ұнайтын кез келген кремді жаға беруге болады негізі. Солай жұқа етіп ыстық күйінде барлығына жағып шығамыз. Крем бәрін жағып шықты. Енді қалауыңыз бойынша карамельмен әсемдеуге де болады. Карамель сеппесеңіз де болады, әркімнің өзінің еркі. Және қалауыңыз бойынша грек жаңғағын үгітіп себуге де болады. Осымен біздің синабон булочкаларымыз дайын болды. Жасалу жолы өте қиын емес, ол оңай әрі үйде бар заттармен жасалады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Өте керемет дәмді, жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Егер менің видеом сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сау сәлемете болыңыздар.